Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен гата печеньесінің жасалу жолымен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ыдысымызға ұн салып, сармайды ұнға ауната отырып, терканың ұсақ көзіне өткізіп, қолымызбен езіп аламыз. Ал достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп кетіңіздер. Алда көптеген рецепттермен бөлісетін боламын. Бізде осындай болып шығуы керек. Бөлек ыдысқа кефир құйып, оған 1 шай қасық ас содасын және 1 жұмыртқаның ақуызын қосып, жақсылап араластырамыз. Енді ұнымызға қосып, жұмсақ қамыр елейміз. Қамырдың бетін жауып қойып қоямыз. Енді салмасын дайындайық. Табаға ұн салып, орташа отта сәл қызарғанша араластырып тұрамыз. Сәл қызарды, енді үстіне қант қосып араластырып аламыз. Содан соң сұйық май құйып, әбден жақсылап араластырамыз. Ал қамырымызды илеп жібереміз де 2 бөлікке бөлеміз. Осылай домалақтап қоямын. Қамырымызды қолмен басып, оқтаумен жаямыз. Қамырымыздың үстіне салмасын жан-жағына жеткізіп саламыз. Үстіне екінші қамырымызды жайып, оған да салмасын салып шығамыз. Енді осыны рулет қылып ораймыз. Үстін басып, оқтаумен кішкене жайып жібереміз.
Бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, вилканың көмегімен өрнек саламыз. Дайын рулетімізді видеодағыдай етіп кесіп аламыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 30-35 минуттай пісіреміз. Міне печеньеміз дайын болды. Өте әдемі, жасалу жолы да өте оңай. Сіздерден лайк күтемін.